Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен тағы да Аялым апай қаңтар роботысына келуі мүмкін сұрақтарды бүгінгі сабақта бірге талдайтын боламыз. Жақсы, уақыт жоғалтпай бірінші сұрақтан бастап кетейік. Былай дейді: Оңтүстік Африка Республикасы Жаңа Зеландия елдеріне тән ортақ белгі. Бізде жалпы елдер бөлінеді. Геоэкономика бөлімінде 10-шы сыныптың Каймулдинова авторында елдер, дамыған елдер даму типтері бойынша, экономикасының қалыптасу типтері бойынша бірнеше түрге жіктеледі. Мына жерде тұрған Оңтүстік Африка Республикасы мен Жаңа Зеландия елдері 4 ел бар негізінен, толықтыра кету керек. Израиль мемлекеті, одан кейін Австралия одағы. Австралия одағы осы 4 мемлекет негізінен қай типке жатады? Қоныс аударушы капитализм елдері. Неге? Себебі бұл мемлекеттер ұзақ уақыт бойы Ұлыбританияның, Европаның отарында болған елдер. Кейін өзінің тәуелсіздігін алып, жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшкен, қарқынды түрде дами бастаған елдер дегенді білдіреді. Олар қазіргі таңда жетекші дамушы елдердің қатарына кірген. Жетекші дамушы емес, даму темпі бойынша қарқынды дамыған елдердің типіне кірген. Және де бір мемлекет, мысалы Австралия, қой жүні бойынша көшбасшы, экономикасы қарқынды дамыған елдердің қатарына кіреді. Яғни жалға пәтер беруші елдер бізде 4 екен. Оңтүстік Африка Республикасы, Жаңа Зеландия, Израиль және Австралия. Олардың картадағы орналасқан орны осылай бізде берілген екен. Мына жерде тұрған Жаңа Зеландия аралы Австралияның оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан ел. Жалға пәтер беруші елдер көбінесе олар туризмге бағытталған елдер. Кішкентай аралдық мемлекеттер жатады, Кипр, Мальта деген сияқты елдер осыған кіреді. Жетекші дамушы елдер негізінен 4, то же самое. Олар біріншіден үлкен аумақты алып жатыр, халық саны бойынша көшбасшы, және де жиынтық ішкі өнім бойынша да көшбасшы елдер. Қандай елдер кіреді оған? Қытай кіреді, Үндістан кіреді, одан кейін тағы қандай елдер кіруі мүмкін? Мексика кіреді, Мексика, одан кейін Бразилия деген сияқты елдер осы жетекші дамушы елдерге кіреді. Енді Қытай дамыған емес қой, ол дамушы мемлекет. Себебі онда халық саны тым көп. Жиынтық ішкі өнім бойынша, жалпы өнім бойынша ол бірінші орында тұр. Батыс Еуропаны шағын капиталистік елдер деп отырғанымыз, Еуропада орналасқан өзінің арнайы маманданған салалары бар елдер типтері. Мысалы, ол жерге кіретін мемлекеттер бір бөлігі сағат өндірісі бойынша көшбасшы, бір мемлекет қағаз өндірісі бойынша көшбасшы, бір мемлекет теңіз тасымалынан лидер деп бөліне береді олар. Келесі сұраққа мән берейік. Біз екеуміз бізге екеу, немесе біз екеуміз бізге 2 бала демографиялық саясатын ұстанатын ел. Бұл саясат бізде кейде шағын отбасы, бақытты отбасы деген сұрақпен де келуі мүмкін. Ол тип Қытайға емес, Үндістанға тән саясат. Қытайдағы саясат ол басқа, бір отбасыға 1 бала. Бірақ ол саясат тоқтап қалған қай жылы? 2014-те. Ал біз екеуміз бізге екеу, 2 балаға дейін рұқсат бар саясат ол Үндістанға тән екен. Соны шатастырып алмайық. Келесі сұрақ: Қазақстандағы су мол өзен жататын алап. Алап дегеніміз ол бізде бассейн, мынау бізде өзен, ол бір су нысанына келіп құяды. Ол өзенге басқа бір өзен келіп қосылады, ол бізде сала деп аталады. Сол өзен жүйелерінің барлығының жиынтығы алап деп аталады. Жалпы Қазақстанда бізде 5 алап бар. Оның ең бірінші алабы солтүстігінде орналасқан Ертіс Есіл Тобыл деп аталатын СММ алабы, солтүстік мұзды мұхит алабы. Қазақстан батысында орналасқан алап ол бізде Каспий теңіз алабы, оған келіп құятын өзен Жайық. Мына жерде Су мен Сырдария ол 3-ші алапқа кіріп кетеді. Ол қандай теңіз? Арал. Одан кейін 4-шісі ол бізде Іле. Іле ол бізде Балқаш Алакөл алабына кіріп кетеді. Сол Балқашқа келіп құятын ең ірі өзеннің бірі. Және 5-ші алабы ол бізде Ақмола облысында орналасқан теңіз қорғалжын немесе теңіз Қарасор алабы деп аталады. Оған келіп құятын өзеніміз ол бізде Нұра өзені. Дұрыс қой. Енді Қазақстандағы су мол өзен деп әрине біз Ертісті айта аламыз. Себебі Ертістің су шығыны 800 метр куб секундты құрайды. Ертіс Қазақстандағы ең ірі транзиттік трансшекаралық өзен. Ертістің Қазақстандағы ұзындығы 1700 километрге тең. Және ең қарқынды ірі су мол өзеннің бірі. Ал Ертіс қай алапқа кіреді? Солтүстік мұзды мұхит алабына кіріп кетеді екен.
яғни дұрыс жауабы бізде Д болады. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасы ассамблеясы құрылған жыл. Жалпы ассамблея деген сөз өзінің тікелей аудармасында жиналыс деген мағынаны білдіреді. Яғни бізде мемлекеттер Қазақстан территориясын біз білеміз, көп ұлтты мемлекет. Біздің территориямызда неше этнос бар? 130-дан астам этнос бар. Этнос дегеніміз ол бізде халық. Сол этностар арасында кейде діни мәселесі жағынан кикілжіңдер болып қалуы мүмкін. Сол үшін этностар арасындағы бейбітшілік қарым-қатынасын сақтау мақсатында Қазақстан жерінде ассамблея құрылған. Соның жылын сұрап тұр. Қай жылы? 1995 жылы 1 наурызда. Осы бізде дұрыс жауап болады екен. Ассамблея дегеніміз жиналыс деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ. Ең биік көл. Бұл жерде дүние жүзіндегі ең биік көлді сұрап тұр, және дүние жүзіндегі ең суы мол өзен орналасқан материк. Ең биік көл дегенді қалай түсінуге болады? То есть таулы аймақта, немесе екі тау жотасының аралығында, ойыста, Қазаншұңқырда орналасқан көл. Ең суы мол өзен дегеніміз, ол мысалы елестетейік, мынау бізде өзен, ол белгілі бір мұхитқа келіп құяды. Ол өзеннің бәленбай саласы бар. Ол саланың барлығы негізгі өзенге келіп қосылады. Ол өзен барады да бір су нысанына келіп құяды. Полноводная река, салалар тым көп. Ол бізде әрине не? Амазонка. Себебі Амазонканың су жинау алабы 7 миллион километр квадратты құрайды. Ал Амазонканың 500-ге жуық саласы бар. Сала дегеніміз ол не? Приток. Белгілі бір өзенге басқа бір өзеннің келіп қосылуы. Ал ең биік көл деп отырғанымыз, ол бізде Титикака көлін айтып отыр. Титикака көлі негізінен 3812 метр биіктікте орналасқан ең биік көлдің бірі. Қайда орналасқан? Екеуі де, міне, мынау Анды тауында Титикака и Бразилия жерінде Амазонка. Екеуі де Оңтүстік Америка материгінде орналасқан су нысандары екен. Ең биік көл Титикака, ең суы мол деп Амазонканы айтып тұр. Сол екеуі де бізде Оңтүстік Америкада орналасқан екен. Соны жаттап аламыз. Келесі сұрақ. Ауаның горизонталь бағыттағы орналасуы немесе қозғалысы деп аталады. Ол бізде не болады? Горизонталь деп отырғанымыз, ол бізде ендік бағыттағы қозғалысы. Жел. Бізде жалпы жел қалай пайда болады? Еске түсірейік, суық ауа жылы ауаны ығыстырған кезде жел пайда болады. Ауаның горизонталь бағыттағы немесе ендік бағыттағы қозғалысы ол бізде жел деп аталады. Азимут деген жауап неге келмейді? Себебі азимут дегеніміз ол бізде негізі көкжиек бағыттарын көрсететін, зерттелінетін объектіден солтүстікке дейінгі аралық шамасын градус есебімен беретін мән. Бізде азимуттың негізгі көкжиек бағыттары солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс деп бөлінетін еді. 0 градустан басталып 90 градусқа дейін барады, 90-нан басталып 180-ге дейін барады, 180-нен басталып 270-ге дейін барады, және 360-пен тоқтайды. Яғни азимуттың максималды мәні 360. Ал альбедо дегеніміз ол бізде шағылысқан радиация мәнін береді. Шағылысқан радиация, отраженная процент есебімен. Біз білеміз, дүние жүзіндегі ең жоғарғы альбедо ол қарда. Себебі қардың альбедосы 70-90% аралығында болады екен. Ол нені білдіреді? Яғни қар 70-90% энергияны шағылыстырады, 30% энергияны жұтады өзіне қарай. Керісінше, ең төменгі альбедо ол бізде суда. Себебі су не істейді? Судың альбедосы 5%. 95% энергияны су өзіне жұтады, 5% шағылыстырады. Яғни шағылысқан радиация ол альбедо. Отраженная радиация ол альбедо. Атмосфералық қысым деп отырғанымыз атмосферадан жер бетіне түсетін күш. Атмосфералық қысымның өзінің өлшем бірлігі бар, миллиметр сынап бағанасы. Атмосфералық қысымды біз күнделікті өмірде сезбейміз. Қай кезде сеземіз? Бассейнде, суда, теңізде, судың астына сүңгіген кезде біз қысымның бар екен сеземіз, до того құлағымыз ауырып кетеді. Немесе тауға көтерілген кезде с каждым разом бізге не қиынырақ болады көтерілу, дұрыс қой? Ол да атмосфералық қысымның төмендегенін білдіреді. Яғни биіктікке көтерілген сайын қысым төмендейді, суға сүңгіген сайын, тереңдеген сайын қысым артады. Соның барысында бізде дүние жүзіндегі қалыпты атмосфералық қысымның мәні деген ұғым бар. Қалыпты атмосфералық қысым 760 мм сынап бағанасына тең. Теңіз деңгейіндегі шамамен есептелінеді екен. Соны шатастырып алмайық, яғни бұл жерде дұрыс жауабы А болады екен. Келесі сұрақ. Көшіп келгендер олар иммигранттар,
көшіп кеткендердің арасындағы ара қатынас. Көшіп кеткендер ол бізде эмигранттар. Ол бізде иммигранттар мен эмигранттардың арасындағы айырма сальдо деп аталады. Сальдо бізде екі мәнде болуы мүмкін: оң мәнде және теріс мәнде. Егер бізден көшіп кеткендердің саны артып кететін болса, ол теріс мәнді сальдо болады екен. Табиғи өсімді еске түсірейік. Демография бөлімі, әлеуметтік география деген бөлім бар бізде 8-ші сыныпта. Табиғи өсім дегеніміз туылғандар мен өлгендердің арасындағы айырма. Туу коэффициенті дегеніміз не еді? Белгілі бір территорияда туылғандардың санын біз жалпы халық санына бөліп мыңға көбейтеміз. Сөйтіп промилле есебімен туу коэффициентін аламыз. Дұрыс қой. Егер дәл осы мәнді өзгертусіз қалдырып 100 адам басына шаққандағы мәнге көбейтетін болсақ, біз өзіміздің мәнімізді пайыз есебімен алады екенбіз. Мыңға көбейтсек промиллемен есептелінеді коэффициент, ал пайызбен ол бізде 100-ге көбейтсек есептелінеді екен. Көші-қон сальдосын айтып қойдық, ол бізде дұрыс жауап болды. Д жауабында иммиграция коэффициенті дәл сондай формула бойынша есептелінеді. Иммигранттардың санын біз бөлеміз халықтың жалпы санына, көбейтеміз мыңға немесе 100-ге. Сөйтіп промилле есебімен мәнді алады екенбіз. Келесі сұрақ: ашық тұқымды өсімдіктер мен құстар пайда болған эра. Ашық тұқымды өсімдіктер алдыңғы сабақта еске түсіріп жүрейік. Тұқымы сыртында орналасқан өсімдік типтері. Мысалы, алма жата ма? Жоқ. Арбуз жата ма? Жоқ. Себебі олардың тұқымдары сол жемістің ішіне орналасады дедік. Ашық тұқымды өсімдіктерге мысалы шырша жатады, потому что шыршаның тұқымы, яғни шишкасы сыртында. Сосын құстар пайда болған эра негізінен мезозой. Себебі мезозойдың нақты айтатын болсақ, юра деген дәуірінде алғашқы қарапайым құстар қарқынды дамый бастаған. Ол бізде сол 8-ші сыныпта да бар, 9-ші сыныпта да бар. Толыбекова автор 9-ші сыныпта, 8-ші сыныпта бізде Абілмажынова. Сол жерде литосфера деген бөлімде осы кестеміз берілген. Дәл осы емес, басқа. Архей, протерозойдан бастап бүкіл ақпараттар берілген. Келесі сұрақ: Исландия аралындағы жанартау. Біз білеміз, Исландия аралы картада 1 деген санмен берілген. Мұз бен от елі деп аталады бұл арал. Исландия аралындағы жанартау бізде сөнбеген жанартауымыз орналасқан. Ол Гекла. Жанартаулар бізде типтер бойынша сөнген, сөнбеген, ұйқыдағы деп бөлінеді. Сөнген жанартау деген сөз ол бізде кезінде магма лава атқылаған, кейіннен тоқтап қалған, сөніп қалған. Сөнбеген дегеніміз әлі күнге дейін магма атқылайтын жанартауларды білдіреді. Жалпы дүние жүзінде сөнбеген жанартаулардың саны 800-ге жуық. Ал үшіншісі ол ұйқыдағы жанартаулар, яғни кезінде атқылаған, бірақ уақытша сөніп қалған жанартаулар типтерін көрсетеді. А жауабында тұрған Кракатау ол бізде келмейді. Неге? Себебі Кракатау деген жанартау ол Исландияда емес, Индонезия жерінде орналасқан. Міне 3 деген санмен берілген. Ол сөнбеген жанартау тоже. Этна деген жанартау ол бізде картада 13 деген санмен берілген. Италияның оңтүстік батыс бөлігінде Сицилия деген кішкентай арал бар ғой, сол жерде орналасқан тоже сөнбеген жанартау ол Этна. Мауна-Лоа деген жанартау ол бізде мынау келмейді. Мауна-Лоа деген жанартау Тынық мұхитындағы 14 деген санмен берілген. ақш-қа тиесілі Гавайи деген аралда орналасқан сөнбеген жанартау екен. Яғни бұл жерде дұрыс жауабы Гекла болады. Гекла. Келесі сұрақ: 10-шысы демография бөлімі, әлеуметтік география бөлімі. Дамыған елдерде қарт адамдар үлесінің көп болу мәселесі. Қарт адамдар үлесінің көп болу мәселесі бұл елдерде демек туу төмен, өлім жоғары деген сөз. Бұл елдер қазіргі заманға типке жатады. Яғни туу төмен, өлім жоғары. Қарт адамдардың үлесі көп. Неге? Себебі бүкіл климаттық жағдайлар жасалған. Ол елдер дамыған типтегі елдер. Жаңағыдай климаты қолайлы, медицина жақсы дамыған, бүкіл жағдай жасалған, адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы 90 жасқа дейін барады. Ол елдерде қандай процесс, қандай проблема көрініс алуда? Демографиялық дағдарыс проблемасы. Себебі туу төмен ол елдерде. Қымбатшылық бар, бір отбасыға 1-2 баладан ғана беріледі, туылады деген сияқты процесстер көрініс табады. Демографиялық дағдарыс кейде бізде депопуляция процесі деп те аталады екен. Демографиялық жарылыс, демографиялық дағдарысқа қарама-қарсы ұғым. Жарылыс дегеніміз ол қай елдерге тән? Үндістанға, Қытайға тән.
иә. Механикалық өсім дегеніміз иммигранттар мен эмигранттардың арасындағы айырманы береді. Механика деген сөз біз білеміз қозғалыс деген ұғымнан шыққан. Табиғи өсім дегеніміз туылғандар мен өлгендердің арасындағы айырманы білдіреді. Болды. Яғни бұл жерде дұрыс жауап Б болады. Келесі сұрақ. Сағат, қаржы орталықтар және станок өндірісімен көшбасшы мемлекет. Сағат деген кезде бізде всегда швейцарские часы деген ассоциация еске түседі. Швеция мен Швейцарияны шатастырмаймыз. Швеция ол солтүстік Еуропада орналасқан ел. Швейцария ол дұрыс жауап болады. Швейцария мемлекетінде бізде ірі банк секторлары орналасқан. Әр дамыған мемлекетте өзінің ірі қаржы орталығы болады. Мысалға, ақш-тың ең ірі қаржы орталығы Нью-Йорк, Ұлыбританияның қаржы орталығы Лондон, немесе Канаданың ірі қаржы орталығы Торонто қаласы. Швейцарияның ең ірі қаржы орталығы бізде Цюрих деп аталады екен, Цюрих. Яғни бұл жерде дұрыс жауап бізде Д болады. Финляндия неге келмейді? Негізінен бұл мемлекеттердің барлығы батыс Еуропаның шағын капиталистік елдері деген типке кіріп кетеді. Финляндия негізі дүние жүзінде целлюлоза қағаз өндірісі бойынша көшбасшы ел. Ал Бельгияда негізінен теңіз порты жақсы дамыған. Теңіз порты. Бір мемлекеттен екінші мемлекетке теңіз арқылы, су арқылы, өзен арқылы тауар тасымалдайды. Швеция негізінен металлургия, машина жасау бойынша көшбасшы мемлекеттің бірі солтүстік Еуропадағы. Ал Скандинавия түбегінде орналасқан. Ал Швейцария қаржы, сағат, станок өндірісімен көшбасшы. Келесі сұрақ. Бренд менеджмент. 11 сыныпта геоэкономика бөлімінде бренд менеджмент деген тақырыбымыз бар. Бұл терминді негізінен Марк Элрой деген ғалым енгізген болатын 1931 жылы. Жаңағы брендтің түрлері, Apple компаниясы, олар жердегі логотиптер, типтері бәрін қарастыратын боламыз. Келесі сұрақ. Ауа райын талғамайтын көлік түрлері. Ауа райын талғамайтын көлік түрі деген сөз ешқандай қыс болса да, мароз болса да, аяз болса да, жаңбыр жауса да жүре береді деген сөз. Көлік түрлері негізінен құрлықтық көлік деп бөлінеді, су көліктері деп бөлінеді, әуе көліктері деп бөлінеді. Құрлық көліктері негізінен қалыптасу типтері бойынша былай жіктеледі. Біріншісі темір жол, екіншісі автомобиль, одан кейін бізде құбыр жолдары деп бөлінеді екен. Темір жол деп отырғанымыз как раз таки ол дұрыс жауап болады. Ешқандай ауа райын талғамайтын, таулы аймақтан басқа бүкіл жерлерде жүретін темір жол, ол сол ауа райын талғамайтын көлік түріне кіріп кетеді. Ең ескі көлік түрінің бірі құрлықтық көлік түріне жатады. Себебі кітапта бізде былай делінген, таулы аймақтан басқасынан барлық жерлерде болатын, жүре беретін, үлкен жүкті тасымалдайтын көлік түрі. Автомобиль көлік жайлы бізде былай делінеді. Есіктен есікке дейін немесе А пунктінен Б пунктіне дейін апаратын шығыны көп көлік түрі ол автомобиль. Автомобиль көліктерінің ұзындығы бойынша дүние жүзінде ақш лидер. Құбыр көліктері не үшін керек, ол не тасымалдайды жалпы? Анау пайдалы қазбалар бар ғой, сұйық күйінде, газ күйінде кездесетін, мысалы мұнай, газ дегендерді бір елден екінші елге құбыр арқылы тасымалдайды. Соны құбыр жолы деп атайды. Дүние жүзіндегі ең ірі құбыр жолының бірі Дружба деп аталады. Ресейден бастап батыс Еуропаға дейін пайдалы қазбаларды тасымалдайды. Су көлік жайлы не айта аламыз? Су көлігі ол бізде ең арзан көлік түрі деп аталады. Ал әуе ол ең қымбат көлік түрі және ең қауіпті. Яғни ауа райын талғамайды, ол бізде темір жол. Соны жаттап алайық. Келесі сұрақ. Тайга зонасы орналасқан климаттық белдеу. Бізде тайга зонасы Африкада жоқ, Қазақстанда жоқ. Ол тайга зонасы негізінен Ресей мен Солтүстік Америкада орналасқан зона. Табиғат зонасы деп отырғанымыз өзінің жер бедеріне топырағы тән, өсімдігі тән, жануарлар дүниесі кездесетін бір жер бедерінің бөлігі. Дұрыс қой. Сол жерде бізде тайга зонасын бізде кейде қылқан жапырақты ормандар зонасы деп те атайды. Картаға мұқият мән беретін болсақ, мына жерде тұрған тайга зонасы жасыл түспен берілген, Ал жасыл түс ол бізде Қазақстан территориясы толығымен орналасқан белдеу қандай?
әрине қоңыржай болады екен. Қоңыржай климаттық белдеу. Келесі сұраққа мән берейік. Қылқан жапырақты ормандар таралған зона ол бізде тайга деп аталады. Қылқан жапырақты ормандарға шырша деген сияқты ағаштар жатады. Жалпақ жапырақтыларға ол жаңағы жапырағы кеңінен таралмаған, андай тікенекті дегенді білдіреді. Қылқан жапырақты ормандар деген солар. Саванна жайлы не айта аламыз? Саванна Қазақстанда жоқ. Қазақстанда өзі 4-ақ қана зона бар. Орманды дала, шөлейт, шөл. Ал саванна зонасы негізінен Африкада көбірек кездеседі. Африканың 40%-ға жуығын алып жатқан зона қандай десе, біз саванна деп айтамыз. Ал тайга Ресейде, Солтүстік Американың көп бөлігін алып жатқан қандай зона, қандай белдеуде орналасқан? Қоңыржай климаттық белдеуде орналасқан екен. Келесі сұрақ. Африкадағы теңіз маңында орналасуы халықаралық қатынастардың, тікіл сөзі теңіз маңы, халықаралық қатынастардың дамуына мүмкіндік беретін ел. Яғни бұл жерде бізге құрлықтың ішінде орналасқан емес, керісінше теңіз маңында орналасқан ел керек екен. Зимбабве елі негізінен кірмейді, потому что құрлықтың ішінде орналасқан, оның басқа мемлекеттермен шекарасы бар. Мали тоже құрлықшылық мемлекет, келмейді. Судан ол дұрыс жауап болады. Как раз таки Судан ол бізде судың маңын, Қызыл теңіздің жағалауын шайып жатыр ғой. Демек, халықаралық қатынастардың дамуына жағдай жасап бере алады. Чад ол бізде құрлықшылық мемлекет. Сол үшін де халықаралық қатынастардың дамуына мүмкіндік бере алмайтын ел. Сонда бізде С болады екен, Африка елі бойынша. Кейде бізде картасын беріп қою мүмкін, бірақ көп жағдайда ол жерлерде берілмеуі де мүмкін. Келесі сұрақ. Шығыс Қазақстанның маманданған саласы. Бізде Қазақстанда өзі 5 экономикалық аудан бар. Солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс, орталық. Сол жерде Шығыс Қазақстан негізінен таулы аймақ қой. Біз білеміз, таулы аймақта бізде қара металл емес, түсті металл көбірек өндіріледі. Полиметалл, түсті металдар, бағалы металдар көбірек өндіріледі. Яғни Шығыс Қазақстанның маманданған саласы ол түсті металлургия болады. Кейде Шығыс Қазақстан жайлы мынандай бір сұрақтар да келген. Марал шаруашылығы қайда дамыған? Тоже Шығыс Қазақстанда дамыған. Немесе омарта шаруашылығы, ара бар ғой. Ол бізде тоже Шығыс Қазақстанда көбірек шоғырланған екен. Полиметалл өндірісі бойынша көшбасшы облыстардың бірі сол Шығыс Қазақстан мен Оңтүстік Қазақстан деп бөлінеді. Қара металлургия саласы негізінен Солтүстік Қазақстанда кеңінен таралған. Қостанай облысында темір бойынша лидер облыстың бірі. Фосфорит өндірісі негізінен Оңтүстік Қазақстандағы Тараз қаласында, Жамбыл облысында көбірек шоғырланған. Мұнай газ көбінесе Батыс Қазақстанда көбірек шоғырланған екен. Сол жерден қазылып алынады. Енді таулы аймақтардан жаттап аламыз, түсті металдар көбірек өндіріледі екен. Келесі сұрақ. Африка құрлығында шай өндіруші мемлекет. Шай деген кезде сразу бізде не еске түседі? Конечно же, Кения елі. Дұрыс жауабы С болады. Так, бізде негізінен шай ол бізде қандай дақыл? Сергітпе дақыл. Сергітпе дақылдарға кофе, чай жатады. Анау бодрящий, освежающий, сергітпе дақылдар дегеніміз сол. Сергітпе дақылдар. Келесі сұрақ. Португалдықтар және испандықтар жататын тіл тобы. Португалия мен Испания біз білеміз қай Европа? Батыс емес, оңтүстік Европа. Алдыңғы сабақтарда біз айта кеттік, оңтүстік Европа, батыс Европаның кейбір бөліктері, Латын Американың кейбір халықтары жататын тіл тобы всегда роман тіл тобы. Үнді Европа тіл әулетіне кіретін дүниежүзі халқының 45%-ын алып жатқан тіл әулеті ол бізде роман деп айттық, дұрыс қой. Ол бізде алдыңғы нұсқаталуда болып кеткен кестеде берілген еді. Егер естеріңізде болса, араластырып та келе береді екен. Мысалы, славян келіп қалады, герман келіп қалады, кельт келіп қалады, әрқалай. Келесі сұрақ. Қазақстандағы экологиялық тұрғыдан 5 деңгей мен 47 провинцияға бөлген ғалым. Экологиялық тұрғыдан бұл ғалым Қазақстан территориясын катастрофалық деңгей, қолайлы деңгей, шиеленіскен деңгей, қанағаттанарлық деңгей деп бөлген. Себебі Қазақстандағы ластану деңгейлері бойынша бүкіл аймақтар әртүрлі шоғырланған. Мысалы, біз білеміз, катастрофалық деңгейдегі аймаққа не жатады? Ол Арал жатады, Семей полигоны жатады. Себебі олар қайта қалпына келмейтін жер бедерлері. Яғни 5 деңгейге кім бөлді дейді? Ол бізде Чигаркин.
Чигаркин деген ғалым 47 провинцияға бөлген. Адам өмір сүрмейтін мынандай климат жағдай қолайсыз, таулы аймақтар, шөлді аймақтар ол қолайлы аймақтар деп аталады. Ал мүлдем қайта қалпына келмейтін, қатты ластанған, деградацияға ұшыраған аймақтар ол бізде катастрофалық деңгейдегі аймақтар деп бөлінеді екен. Соның кестесін мен сіздерге бір көрсетемін, соны сіздер жаттап алу керексіздер. Неге? Себебі кейде сіздерден мынандай сұрақтар қойылып қалуы мүмкін. Мысалы, Балқаш пен Шымкент өндірістік ареалдары жататын климаттық деңгей, экономикалық қауіптілігі бойынша қандай деңгейге жатады? Ол қауіпті деңгей болады екен деп келеді ғой. Яғни 1 деген балмен апаттық деңгей беріледі, сосын қауіпті деңгей екен, олардың аймақтар көрсетілген. Одан кейін шиеленіскен деңгей 3 балдық, одан кейін қанағаттанарлық деңгей 4-еу, ең соңғысы қолайлы деңгей 5-еу. Яғни адам өте аз қоныстанған шөлейтті аймақтар, шөлдер, таулы аймақтар ол қолайлы деңгейді қалыптастырады екен. Геоэкономика бөлімінің 10-шы сыныбында осы табиғатты пайдалану және геоэкология деген бөлімнен алынған. Келесі сұрақ, 22-ші сұрақ. Механикалық құрамы жағынан құрылымды топырақтың ерекшелігі. Бізде механикалық құрамы бойынша топырақтар ішіндегі тау жыныстарының мөлшеріне байланысты 4-ке бөлінеді. Құмды, құмайт, сазды, саздақ деп, немесе саздауыт топырақтар деп те аталады. Құрылымды топырақтар дегенге бізде негізінен кесекті топырақтар жатады. Оларға көбінесе андай суды жақсы сіңіретін, иеленетін, балшық тәрізде, сазға ұқсайтын топырақтар жатады. Олар белгілі бір формаға ие. Ал құрылымсыз топырақтар дегеніміз ол бізде құмды топырақтар. Себебі олардан еркін ауа өтеді, суда еркін өте алады. Олар бір-бірімен бірікпейді, олар ыдырай береді. Сондай құрылымсыз бесструктурные почвы деп аталады. Құрылымды топырақтардың ерекшелігі олар суды ұстап қалады. Яғни олардың массасы тығыз. Ал мына жерде тұрған А жауабы, С жауабы, Д жауабы барлығы ол құрылымсыз топырақтардың сипаттамасы. Құрылымсыз топыраққа не жатады? Құмды топырақ жатады. Одан ауада еркін өтеді, суда еркін өтеді. Сол үшін де Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде жерасты сулары қорының мол болуы да соған байланысты. Себебі ол жерде құмды топырақтар көбірек таралған. Құмды топырақтардан су емін-еркін өтеді. Ол жерасты суының қорын, ресурстарын толықтырып отырады. Ал кесекті топырақтар, олар иілгіш келеді, сазды, батпақты келеді. Олар бір-бірімен жақсы бірігеді, кесекті болады, белгілі бір формаға ие болады, и олар тығыз болады. Сонда бізде Б жауабы болады екен. Келесі сұрақ. Астана қаласының орташа жылдық температурасын анықтаңыз дейді. Біз білеміз ғой, арифметикалық ортаны қалай есептеу керек екен. Мына кестеде тұрған бүкіл мәндерді бір-біріне қосамыз да 12-ке бөле саламыз. Соны біз орташа жылдық температура мәні деп атаймыз. Кейде сіздерде тестте амплитудасын есепте деп қалуы мүмкін. Давайте бірінші мына сұраққа жауап беріп алайық. -20-ға былай ғой, бірінші айдағы көрсеткішті екінші айға, екінші айдағы көрсеткішті үшінші айға қосамыз, үшінші айдағы көрсеткішті төртінші айға деп, соны 12-ден барамыз. Бәрін бір-біріне қосамыз да 12-ке бөлеміз. Себебі 12 ай берілген. -20, плюс пен минус болған кезде ол минусқа айналып кетеді, -8, бәрін бір-біріне қосып шыққан кезде бізде 2 градус шығады. 2 градусты 12-ке бөлген кезде бізде 0,16 шамамен алған кезде осы мән шығады екен. То есть орташа жылдық температураны немесе жауын-шашын мөлшерін біз осылай есептей алады екенбіз. Яғни есепте немесе тестте сіздерге варианты беріліп қояды уже. Ал амплитуда дегенді қалай есептей аламыз? Амплитуда дегеніміз ол ең максималды мән мен ең минималды мәннің арасындағы айырманы білдіреді. Ең максималды мән, былай қарасақ, ол 28 градус екен, ал ең минималды мән ол бізде қай айда тіркелген? -22 градус екен, то есть осыны бір-бірінен азайта саласыздар. Сөйтемізде нені алып шығамыз? Амплитудан алып шығады екенбіз. Ал орташа жылдықта бәрін бір-біріне қосып жалпы санына бөле саламыз. Соны шатастырып алмайық.
Келесі сұрақ. Мұнай газ саласындағы табиғатты реттеудегі бірінші қағидат. Мұнай газ саласындағы табиғатты реттеу геоэкология деген бөлімде 11-ші сыныпта бізде сондай тақырып бар. Негізінен табиғатты реттеудің 3 қағидаты бар. Ең бірінші қағидаты бізде антропогендік әсерді төмендету деп аталады. Екінші қағидат кезеңділік деп аталады. Үшінші қағидат сана қағидаты деп аталады. Яғни мұнай мен газ саласындағы табиғатты реттеудегі бірінші қағидат, ол бізде антропогендік әсерді төмендету қағидатына кіріп кетеді екен. Себебі адам тікелей сол ресурстарды табиғаттан алады, ол сарқылатын ресурс, табиғатты ластайды, жерді бұрғылайды, топырақты ластайды, ол қайтымсыз процесс. Соны қалпына келтіру ұзаққа созылады. Сол үшін де антропос дегеніміз адам ғой, адамның әрекетін азайту керек дегенді білдіреді. Келесі сұрақ. Бізде Қашаған теңіз мұнай. Қашаған теңіз дегеніміз ол бізде мұнай кен орындары. Қай облыста орналасқан еді? Атырауда. Атырау лидер мұнай бойынша. Кен орындарын игерудегі Шеврон компаниясы қай елге тиесілі? А мен Б. Екі қана вариант, ол ақш болады. Соны жаттап аламыз. Келесі сұрақ. Контекст. Австралия бойынша текст берілуі мүмкін, немесе жай ғана картаның өзі беріледі. Австралия бойынша бізде осы сұрақтарда физгеографиялық орналасуы бойынша сұрақтар көбірек келген екен. Мысалы, Австралияның аралы, көлі, мына жерінде қандай нысан орналасқан деген сияқты сұрақтар көбірек болған. Бастайық. 26-шы сұрақтан. Әлемдегі ең ірі маржандық құрылым. Ең ірі маржандық құрылым ол бізде Австралияның мына жердегі солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан үлкен жер бедері. Ол құрылым бізде үлкен тосқауыл рифі деп аталады. Осы үлкен тосқауыл рифін бізде кім алғаш тауып еді? Австралияның шығысын кім алғаш рет зерттеп еді? Әрине Джеймс Кук. Қалғандардың бәрі келмейді, себебі олар вообще тынық мұхитында да емес, анау Америка жақтар. И Мальдив ол бізде Үнді мұхитында. Келесі сұрақ. Австралияның ең су мол өзені. Австралияның өзінің ең ірі деген су ол бізде міне оңтүстік шығысында орналасқан. Как раз таки Австралияның ең қарқынды дамыған бөлігі ол бізде осы оңтүстік шығыс. Халықта осына көбірек шоғырланған. Осы Мурей өзенінің ең ірі саласының бірі ол бізде Дарлинг. Яғни бұл жерде дұрыс жауап С болады. Днепр ол бізде Европада, Атлант мұхит алабына жататын өзен. Темза ол бізде тоже Атлант мұхит алабына жатады. Негізінен Ұлыбритания территориясында орналасқан, сол жермен ағып өтеді. Одан кейін Парана өзені ол бізде Оңтүстік Америкада. Дүние жүзіндегі ең ірі эстуарийдің келіп құятын өзені. Парана қайда келеді? Ла-Плата шығанағы арқылы Атлант мұхитына кетеді. Дұрыс қой. Яғни дұрыс жауап бізде Мурей болады. Келесі сұрақ. Австралияның ең ірі көлі. Былай қарап тұрсақ, бәрі деген сөзден басталып тұр. Эри сразу кетеді. Эри мен Эйр екеуінің біреуі ғана дұрыс бола алады. Бұл жерде негізінен Эри ол бізде ұлы көл. Ұлы көлдің ішіне кіретін көлдің бірі. Ұлы көлдер сіздер білесіздер, Солтүстік Америкада ақш пен Канаданың шекаралас жерінде орналасқан көлдердің бірі. Эйр ол Австралияның ең төмен нүктесі. -15 немесе -16 градус тереңдікте орналасқан су нысаны. Картада ол бізде Эйр Норд деп те белгіленеді екен. Әдейі көрдіңіздер ме, ұбт-да шатастыру үшін сіздерге ұқсас нысандарды беріп қояды. Сонда сіздер Эйриді емес, Эйрді таңдау керексіздер. Соған мұқият болайық. Келесі сұрақ. 29. Австралияның шығанағы. Шығанақ дегеніміз не еді? Шығанақ дегеніміз ол бізде мұхиттың бір бөлігі. Мынау бізде шығанақ болады, су. То есть мұхиттың немесе теңіздің құрлыққа сұғына еніп тұрған бөлігі ол шығанақ. Австралияның солтүстігіндегі ең ірі, ең терең шығанағының бірі ол мұнда орналасқан. Ол шығанақтың аты бізде Карпентария деп аталады. Бенгал ол Үнді мұхитында, Гвинея ол Атлант мұхитында, Аден Үнді мұхитында орналасқан. Бұл жауаптардың ешқайсысы сәйкес келмейді. Келесі сұрақ. Мына жерде мен Бенгал шығанағын көрсете кетейін. Аден шығанағы мында.
және жауапта бізде Гвинея, иә, Африканың ең ылғалды территориясы қайсысы десе, біз Гвинея шығанағының жағалауы дейміз. Ал Карпентария мында Австралияның солтүстігінде орналасқан тар және терең келген шығанақ. Жақсы, келесі сұрақ. Австралияның ең биік нүктесі оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан, биіктігі 2228 метрді құрайтын Костюшка деген тау. Денали ол бізде кейде Маккинли деп аталады. Анау солтүстік Америкадағы Кордильера деген таудың биік нүктесі. Килиманджаро ол бізде Африканың ең биік нүктесі. Негізінен Килиманджаро ол жанартау, сөнген жанартау. Монблан ол бізде Европаның ең биік нүктесі. Европада бізде Швейцарияда жақта білеміз ғой, Альпы деген тау бар. Альпы тауының ең биік шыңы Монблан Европаның ең биік нүктесі екен. А Костюшка Австралияның ең биік нүктесі болады екен. Енді келесі 31-ден бастап діндерді сәйкестендіру керек екен. Чех пен поляк и бурят пен қалмақ. Чех пен поляк, яғни бұл бізде 9-шы сыныпта әлеуметтік география деген бөлімде, Толыбекованың кітабының 2-ші бөлімінде берілген ақпарат кестеде бар. Поляктар мен чехтар негізінен ұстанатын дін ол бізде христиан діні. Бірақ христиан діннің ағымы бөлінеді ғой, иә? Католицизм, протестантизм, православие деп бөлінеді. Соның ішіндегі католик бағытын ұстанады, ол бізде чех пен поляк. Ал буряттар мен қалмақтар, олар бізде буддизм. Анау Ресей жерінде тіршілік ететін, өмір сүретін аймақтар, этностар. Ол кесте бізде мына бір бөлікте берілген, видите, кітаптың скриншоты. Католик діні поляктар мен чехтар ұстанады, а буддизм дінін буряттар мен қалмақтар ұстанады екен. Мына кестені сіздер мұқият жаттап алу керексіздер. Келесі сұрақ. Қазақстан аймағының мамандану салаларын сәйкестендіру керек. Мақта қайда өндіріледі, қызылша қайда өсіріледі? Мақта деген кезде біз білеміз, мақта, қызылша негізінен олар жылу сүйгіш өсімдіктер. Жылу сүйгіш өсімдіктер Қазақстанның оңтүстігінде өсіріледі. Сол үшін де БКО сразу кетеді, Ақмола сразу кетеді. Қазақстанның солтүстік өңірлері негізінен егін шаруашылығына, арпа, бидай шаруашылығына қолайлы. Бірақ мақта өндірісіне оңтүстік Қазақстан қолайлы. Негізінен ол жерде таралған облыс Түркістан. Ал қызылша өсіретін және соны өсіруге маманданған облыс ол Алматы болады, яғни А жауабы. Негізінен Қазақстанда бізде қызылшаны 2 облыс өсіреді. Ол Алматыдан бөлек Жамбыл. Ал мына жерде тұрған мақта Түркістанда. То есть сіздерге бұл кестенің барлығын жаттап алу керек деген сөз кім біледі, мүмкін күріш кеп қалуы мүмкін, астық кеп қалуы мүмкін, ірі қара мал шаруашылығы келіп қалуы мүмкін, сол үшін де сол тақырыпты толығымен бір қайталап шыққан жөн. Келесі сұрақ. Қазақстанның атмосфералық циркуляциясы 9-шы сынып желдер берілген. Қазақстан аумағында желдерді қалыптасу аймағымен сәйкестендіріңіз дейді. Сайқан желі және Қордай желі. Сайқан желі, елестетейік, мынау бізде Қазақстанның картасы. Қазақстанның шығысында және оңтүстік шығысында таулы аймақтар. Осы таулы аймақтарда бізде жергілікті циркуляция бар. Бізде Сайқан желі негізінен Қазақстанның оңтүстік шығыс бөлігінде соғатын жел. Сайқан деп қоям. Мынау Сайқан мен Ебі жел негізінен сәл шатасуымыз мүмкін бұл жерде. Сайқан желі негізінен Қазақстаннан Қытайға қарай соғатын жел. Ал Ебі желі керісінше Қытайдан Қазақстанға қарай соғатын жел. Сайқан желі сол Қазақстандағы Алакөл деген көлдің бетінен бастап, ол жерде Жетісу қақпасы орналасқан, сол жерден бастап Қытайдағы Ебінұр деген көлге қарай соғады. Яғни бірдің жауабы бізде Б болады. Ал Қордай желі ол бізде Қазақстанның оңтүстігіндегі Жамбыл облысында орналасқан. 2 таудың аралығындағы, 2 жотаның аралығында соғатын жергілікті жел. Яғни С. Кіндік тас пен Жеті жол аралығында соғатын жел ол Қордай. Мына жерде Жетісу қақпасы арқылы Алакөлге қандай жел соғады десе, біз Ебі дейміз. Ебі желі. Яғни ол Қытайдан Қазақстанға қарай соғып тұр. Сұрақ болған, Ебі желін алғаш рет сипаттап жазған қазақтың этнограф саяхатшысы ол Шоқан Уәлиханов.
Келесі Қаратау жотасынан Арыстанды өзенін бойлай соғады. Ол Арыстанды Қарабас желі. Тоже Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі Жамбыл облысында орналасқан қуатты қарқынды желдің бірі. Так, яғни Сайқан Б, Қордай С болады. Келесі сұрақ: дүниежүзілік жер қорлары мен оларға тиесілі жер үлестерін сәйкестендіріп беру керек екен. Өңделген жер деген сөз, яғни жыртылған жерлер, шаруашылық мақсатта қолданылған жерлер деп бөлінеді. Бірақ ол жерде бұл сәтте пайыздық үлестерін сәйкестендіру керек болып тұр. Бұл тақырып бізде 7-ші сыныпта Қаратапанов кітабының 1-ші бөлімінде берілген. Екіншісі өнімділігі аз жерлер. Енді кітаптың ақпаратына бір көз жүгіртіп өтейік. Өңделген жерлер, дүниежүзілік жер қорының 11% ол өңделген жерлердің үлесінде дейді. Оларға егіншілік аумақтары, бау-бақша және жүзімдіктер жатады. Ал өнімділігі аз жерлерге 33% құрайтын аумақтар кіреді. Шөлейт, батпақ, температурасы төмен экстремалды аймақтар. Себебі ол жерден біз ешқандай өнім ала алмаймыз. Климаты қолайсыз, топырағы өте кедей, сондай қолайсыз аймақтар өнімділігі аз жерлер деп аталады екен. Яғни бізде 1-дің жауабы Б, 2-ның жауабы бізде А болады. Келесі сұрақ, бәрін түсіріп алу керек, жаттап алу керек. Келесі сұрақ: қысым орталықтары. Циклон мен антициклонды шатастырып алмауымыз керек. Циклон мен антициклон ол жалпы жел емес, ол бұлт емес, ол температура емес, ол бізде қысым орталықтары. Негізінен циклон мен антициклонды біз қалай жаттап алсақ болады? Суреті берілген, біреу, екінші суреті берілген. Циклон дегеніміз ол бізде төменгі қысым аймағы. Антициклон ол бізде жоғарғы қысым аймағы. Енді сіздер былай жаттап алыңыздар. А деген сөзбен, антициклон пайда болған кезде ашық ауа райы қалыптасады. Жауын-шашынсыз, желсіз, тұмансыз, бірақ ашық ауа райы қалыптасқан күннің өзінде де антициклон пайда болған кезде біздің қысымыз аязды келеді. Видите, ашық ауа райы қалыптасады. Антициклон қалыптасқан кезде жоғары қысым аймағы екен, және аязды климат қалыптасады. Циклон пайда болған кезде, циклон дегеніміз ол бізде төменгі қысым аймағы. Ол кезде бізде температура көрсеткіштер қатты өзгереді. Жел соғады, жауын-шашын жауады, торнадо, тайфун, дауылдар соғады, ауа райы күрт өзгереді циклон пайда болған кезде. Және де бұл жерде бізде циклонның орталығында, негізінен орталығында өрлеген ауа ағыны басым, то есть восходящий поток воздуха. Ауа жоғары қарай көтеріледі. Ал антициклонда ауа жан-жаққа таралады керісінше. Яғни бұл жерде антициклонда төмендеген ауа ағыны басым, жан-жаққа таралады. Бізде кітапта да дәл солай берілген. Орталығында циклонда өрлеген ауа ағыны басым, ал антициклонда төмендеген ауа ағыны басым болады. Сонда бұл жерде дұрыс жауап антициклонда Д болады, ал циклонның өзінде А жауабы болады. Енді Б жауабына қарайық. Циклон солтүстік жарты шарда сағат тілімен бағыттас емес, сағат тіліне қарама-қарсы жүреді. Оның бағыты, стрелкалары. Ал антициклон, наоборот, солтүстік жарты шарда, жер шары деп елестетейік. Бізде экватор сызығы солтүстік, оңтүстік деп бөлінеді. Солтүстік жарты шарда антициклонның бағыты сағат тілі бойымен, сағат тіліне бағыттас жүреді. То есть бізде дұрыс емес, дұрыс емес берілген сұрақ. Жауап деген әдейі шатастыруға, шатастыру үшін берілген сұрақ. Сонымен жаттап алдық. Антициклон жоғары қысым аймағы, циклон төменгі қысым аймағы. Циклон пайда болған кезде температура қатты өзгереді, суық болады, жел тұрады. Антициклон пайда болған кезде ашық ауа райы қалыптасады, бірақ аязды қыс. Ашық.
Келесі сұрақ, сурет берілген. Бұл суретте адамдар не істеп отыр, бір нәрсені зерттеп отыр, иә. Сурет бойынша жүргізілетін зерттеу жұмыстарының түрлері. Бізде зерттеу әдістері негізінен бөлінеді. бұл бізде қандай әдіс? Әрине далалық әдіс. Далалық әдістің өзі екіге бөлінеді: экспедициялық әдіс және де стационарлық әдіс деп бөлінеді. Экспедициялық әдіс дегеніміз от слова экспедиция. Сізге бір команда құрып береді, оның басшысы болады, белгілі бір айдың ішінде мына жерде зерттеп келу керек. Сіз сол жерге барасыз машинамен, қолыңызға осындай құралдарды, инженерлік геодезияда қолданылатын құралдарды алып өлшейсіз, зерттейсіз, сынама аласыз. Ал стационарлық әдіс деп отырғанымыз, ол бізде неде? Станция деген сөзбен жаттап алсаңыздар болады. Бір жерде ғана орналасқан, кеңседе, офиста немесе лабораторияда жүргізілетін әдістің түрі. То есть үйде отырып компьютермен де зерттей бере аласыз стационарлық әдісте. Ал экспедициялық әдісте сіз міндетті түрде сол мекеме, сол жерге, сол зерттеу объектісіне барып, зерттеу жұмысын толыққанды жүргізу керексіз. Яғни далалық жұмыста біз не істейміз? Сол жерге барып, сол жерді бақылаймыз и өлшеулер жүргіземіз. Ал қалған варианттар мүлдем сәйкес келмейді. Келесі сұрақ. ОПЕК дегеніміз ол не? Мұнай экспорттаушы елдер. Негізінен ОПЕКке мүше 12 елдер бар. ОПЕК елдер, сосын ОПЕК плюс елдер деп те бөлінеді бізде, мұнай экспорттайтын елдер. ОПЕК ұйымы негізінен ОПЕК бойынша бізде дүние жүзінде 3 аймақ лидер. Негізінен штаб-пәтері Австрияда орналасқан, Вена қаласында. Ол ОПЕКке бізде лидер, ол паршығанағы елдер. Негізінен жаңағы білеміз ғой, Біріккен Араб Әмірлігі, Катар, Кувейт, Бахрейн деген сияқты елдер лидер. Мұнай қоры бойынша, мұнай экспорттау бойынша. Одан кейін Венесуэла елі лидер, одан кейін Ливия аймақтары лидер екен. Одан бөлек, мына жерде тұрған, тізімде тұрған елдердің барлығы бізде мұнай қоры бойынша, мұнай экспорттаудан лидер мемлекеттер. Келесі сұрақ, 38-ші. Қазақстаннан өтетін мұнай құбыр жолдары. Біз білеміз, Қазақстанда мұнай Қазақстанның батысында өндіріледі. Яғни отын-энергетикалық ресурстар Қазақстанның батысында өндірілсе, сол арқылы, сол дәлізбен жүретін жерлер мұнай құбыр жолдарына жатады. Қайсылары кіреді? Біріншісі, ол бізде орталық Азия және орталық. Екіншісі Бұхара, Орал. Үшіншісі Омск, Павлодар, Шымкент, Шарджоу. Әртүрлі табиғат ресурстарын бір елден екінші елге не арқылы тасымалдайды? Құбыр арқылы тасымалдайды екен. Соны жаттап аламыз. Мынау бізде Петропавл, Қарағанды, Шу дегеніміз негізінен Трансқазақстанның маршруттары. Бізде бөлінеді ғой, Қазақстандағы енді бойлық бағыттағы маршруттар. Мынау бізде Орынбор, Ташкент, мынау бізде Түрксіб, мынау бізде Трансқазақстан. Мына жерде Трансқазақстанның негізгі маршруттары Петропавл, Қарағанды, Шу арқылы өтеді екен. Түркістан, Сібір ол екінші орында тұрған, меридиан бағытта орналасқан біздің магистраліміз, теміржол, көлік дәлізіміз біздің. Бірақ сұрақты сіздерден мұнайды сұрап тұр. Келесі сұрақ, тұтынушылық факторға жатады. Тұтынушы деген сөз, ол бізде бір нәрсені тұтынады. Потребитель деп жаттап алайық. Потребитель. Яғни біз бір нәрсені тұтынамыз, біз бір нәрсені жейміз, біз бір нәрсені қажет етеміз. Яғни тұтынушы фактор, мынау балақайда жаттап алсаңыздар болады. Тамақ өнімдері тез ашып кететін, бір жерден екінші жерге тасымалдауда қиындықтар туғызатын өнімдер, тамақ өнімдері, ол тұтынушы фактордың мысалы. Яғни оларға сүт, кондитер өнімдері, нан өнімдері, макарон өнімдері бәрі кіреді. Дұрыс жауабы Б, С, Е болады. Келесі сұраққа мән берейік, ол бізде соңғы сұрақ екен. Қазақстан территориясының климат қалыптастырушы факторлары. Климат қалыптастыратын бізде 3 фактор бар. Оның біріншісі ол климат қалыптастырушы факторлар үшеу. Ең біріншісі географиялық ендік деп аталады. Географиялық ендікке күн радиациясы жатады. Күннің түсу сәулесі тікелей әсер етеді климаттың қалыптасуына. Екіншісі ол бізде жердің төсеніш қабаты. Яғни ол бізде жер
бедері деген сөз. Яғни таулы аймаққа, жазықты аймаққа, ойысты аймаққа күн сәулесі әр жерде әрқалай түседі. Жер бедеріне байланысты да климат өзгереді. Үшіншісі ол бізде атмосфералық циркуляция болады. Себебі атмосфералық циркуляцияға жел, жаңа мен айта кеткен циклон, антициклон, ауа массалары, фронттар бәрі кіріп кетеді. Олар да өз кезегінде климаттың өзгеруіне, қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар екен, иә. Яғни А жауабы, Д жауабы және Е жауабы болады, иә. Жалпы бүгінгі нұсқа талдау сіздерге толыққанды түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы осы.